Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен Пиксо және мен Дәулет. Бүгін біз Kaizen Book сайтына шоу жасайтын боламыз. Бұл сайт landing page, яғни сатылым алып келуге арналған сайт. Ғани Байғалиұлы мырзаның тапсырысымен жасалған. Бұл сайтта шоу жасамас бұрын біз өзіміз жайлы айтып өтейін. Біздің Pixel компаниямыз түрлі сайт деңгейлерін жасайды, сайт түрлерін жасайды, түрлі құралдарды жасаймыз, яғни маркетингтік құралдарды, квиз сайттар, сатылым алып келетін сайттар, интернет платформалар, онлайн платформалар, яғни оқытуға арналған. Одан кейін чат-боттар жасаймыз. Және біз консультацияға жазылуға мүмкіндік береміз маркетологтар мен кәсіпкерлерге. Егер сізде осы сайтыңыз жайлы сұрақтарыңыз болса, жалпы бизнесте бір процесіңізді автоматтарыңыз келсе, немесе оқыту платформасын жасау жоспарыңызда болса, бізге жүгінсеңіздер болады. Біздің сайтымыз, біздің командамыз қарап көріп, бізге келіп толық ақпаратты алып кетсеңіздер болады. Ол үшін жай ғана осы видеоның астында сілтеме бар, сайттың сілтемесі, номерімізге хабарлассаңыздар болады. Болмаса Instagram парақшамызға кіріп жазылыңыздар және осы арқылы дайректке жазсаңыздар болады. Біздің Instagram парақшамызда, кстати, керемет посттар салып отырамыз. Барынша бұл посттар кәсіпті онлайн жүргізетін және маркетолог, онлайн интернет-маркетологтарға көп пайдасын тигізеді. Жалпы сайтқа келетін болсақ, бұл сайт Kaizen кітабын сатуға арналған сайт. Kaizenді меңгеріп, үздіксіз дамудың құпиясы біл деп оффер жазылып тұр. Бірінші блогында тапсырыс беру деп батырма тұр. Тапсырыс беру батырмасы басқан кезде бұл жерде қаланы таңдауды сұрайды. Яғни сіз қай қаладан тапсырыс бергіңіз келеді. Мысалы, Алматы қаласынан деп жазатын болсақ, бізге WhatsApp-қа жібереді. Яғни әр өңірдің представительдеріне, яғни өкілдеріне, әр аймақтың өкілдеріне WhatsApp ашылып, соған сілтеме қойылған. Біздің серіктестер мына жақта тоже бар. Басқан кезде әр қайсына WhatsApp-пен жіберуге болады. Мысалы, мына батырма мен мына батырма екеуі бір функцияны атқарады негізінде, бірақ әртүрлі мағынамен шақырамыз клиентті осы функцияны жасауға, то есть осы процесті өтуге. Kaizen кітабы жайлы кітабының суреті Ғани Байғалиұлы мырзаның, және мына жерде анимация шағын. Келесі блокта кітапты кімдерге пайдалы болады деген ақпарат. Байқап отырсаңыздар, шрифті бұл жапон стиліндегі шрифттер қолданылған. Өйткені Kaizen ұғымы өзі жапон тілінен келген ұғым. Олар жапонның философиясы десек те болады. Бұл жерде кімдерге пайдалы болады деген сұрақтарға жауап берілген. Яғни бұл жерде текст көп деп ойлауыңыз мүмкін. Негізі бірақ осы кітапқа тапсырыс беретін целевая аудитория негізі ондай тексттерді оқуға қауқарлы. Яғни оларға ондай үлкен ұзынырақ текстер жазуға мүмкіндік бар. Және келіп кітап мазмұны деген бар. Кітап мазмұны кітаптың ішіндегі суреті және қосымша кітаптың мазмұны былай текстпен осы жерден оқуға болады. Яғни мына жерде енді сайттың жағы көзі көрмейтін, көзі алыстан көруге қиналатын үлкен кісілерге қиын болады, оған келісем. Бірақ жалпы осындай форматта берілгенде адамдарға оқу жеңіл, өйткені шынайы кітаптың суреті мен мазмұнын оқи алады. Келесі кітап презентациясы, бұл жерде видеолар қойылған. Яғни мысалы басып көріп, видеоны көруге болады. Қазір мына жерде видео салынбаған. Бірақ жалпы осындай плеер арқылы қосып қолдануға болады. Тапсырыс беруді басқан кезде жаңағыдай поп-ап шығады, яғни всплывающее окно пайда болатын терезе. Және келесінде бұл кітап авторы жайлы қосымша ақпарат, яғни Ғани Байғалиұлының қандай жеткен жетістіктері, қандай жерде кім болып істегені жайлы қосымша ақпараттар бар. Және келесінде бұл кітаптың бағасы жайлы жазылған, яғни кітаптың бағасы 3000 теңге. Тапсырыс беру, серіктес болу. Серіктес болуды басқан кезде тағы да жаңағыдай терезе шығады, пайда болып, ол терезе арқылы, мысалы Шымкентті басқан кезде уже сол арқылы тағы да осындай хат жолдауға болады. Мен серіктес болғым келеді, немесе тапсырыс бергім келеді деп. Төменгі жағында әлеуметтік желілері бар. Осы жаңағы Kaizen Book кітабы жайлы, Ғани мырза жайлы, және бұл соңғы блок, яғни футер болып саналады. Сіздерге осы шоу пайдалы болады деген ойдамыз. Өйткені сайттарыңызға, мысалы, кітап сататын болсаңыздар, осындай сайттарды, шағын сайттарды тапсырыс берсеңіздер болады. Жылдан уақытта өте жоғары конверсиялы түрде жасап бере аламыз. Бізге келіңіздер, хабарласыңыздар, байланысқа шығыңыздар, консультацияға жазылыңыздар қажет жағдайда. Және сайт болса, бізге тапсырыс беріңіздер.
еш уайымдамаңыздар, сайтыңыз жоғары деңгейде жасалынатын болады. Ол үшін төменгі жағында видеоның сілтемелері бар. WhatsApp-қа, Instagram-ға немесе сайтымызға ішіне кіріп дайректпен жазыңыздар, телефонға хабарласыңыздар. Сіздермен болған Дәулет және Pixsoft. Сау, саламатта болыңыздар.